Бүгін сіздерге қонаққа келіп қалдым тағы да. Енді бір сұрағым бар. Қазір енді мешіттерге барып жатырмын ғой. Мешіттерге барып имамдармен сұхбаттасып, бір сөзге тартып деген сияқты бір жалпы бір қалай бір жақсылыққа келіп осы халықтың артынан ғой. Сол енді бүгін мешітке деп шығып едім. Кәшеге о жақта алдында кездескен екен, сосын кейін хабарласқан бас имамға ол кісі рұқсат бермеді деп бас тартып сұхбат беруге. Енді сен өзің Айгүл мешітке барып тұрасың ба? Халық қызығушылық танытып жатыр, пікір айтып жатыр, енді кемшіліктерімізді айтып жатыр. Жалпы мешітке разы емес деп өзім түсінемін халықты. Былай туыстарымыз арасында әйтеуір олар не істейді? Жаназа шығарады. Сол бір кісі өлгенде барады деген сияқты бір сондай бір нәрселерді ғана көреміз, жұмыстарын көрмейміз. Енді кеше айтып жатыр, біз сондай қайырымдылық жасап жатырмыз. Сонда не дегенде, сол мен білемін, ол жаңағыдай бір рет жылына бір оқушыларға не заттарын береді ғой, не керекті. Ал басқа халық мысалы, оның кім аты кім, енді ол кісілер қазір мынау сұхбатқа шыққылар келмейді, біз жай халықпыз. Біз халық атынан әже мен мысалы өзімнің немерелерім бар. Сол арқылы мен осы мешіттерді алаңдайды да, мені алаңдатады да. Өйткені мешітке барып, қазір көп балалар, жастар жазды күні демалыста Құран жаттатады. Енді әдепті бар дейді, әдепті сабақ, бірақ та Құран жаттататындар көп. Ол жасың емес, сондай жұмыстарға көп ниет болып кетті да. Бірақ та салт дәстүрді енгізіп жатырмыз, сіз білмейсіз, өйткені келмейсіз дейді маған айтады. Осы жерде сен не айтар едің, өзің барасың ба мешітке? Мешітке қазір бармағаныма 3 жылдай болды. Осы ата жолына қалай келдім, мен солай барған жоқпын мешітке. Бұрын баратын мешітке. Негізінде әйел адамның үйі өзінің мешіті дейді ғой, әр адамның үйі өзінің, қазақта сөз бар ғой, құттықана мешітімде отырмын деген сөз бар ғой. Әр адамның үйі өзінің мешіті да. Сол үйінде құлшылығын жасап, сол үйді мешітке айналдыру керек қой әрбір адам. Сол құтты өзінің ұясына айналдыру керек та. Ал енді мешітке адам не үшін барады? Мешітке адам рухани ізденіспен барады да. Бір нәрсені іздеп, адамның рухы аш болған кезде вакуум деп айтады ғой ғылым тілінде. Сондай бір ойсырап тұрады ғой, адамның жан дүниесі ойсырап тұрған кезде, қиналып тұрған кезде, сондай кезде бір нәрсе алам ба, рухыма бір нәрсе алам ба деп солай ізденіп барады да адамдардың көпшілігі. Сол үшін барады. Бұрын мен мешітке барған кезде, жаңағы жұма намаздарына барғанда уағыз тыңдау үшін баратынмын. Онда да екінші қабатта отырамыз, дұрыс естілмейтін. Бірақ сонда да сол кезде бір ютубтың, әлеуметтік желінің дамымаған кезі ғой. Сол жан дүниемізде жаңағы ойсырап, рухани аш болып тұрғаннан кейін іздеп тұрасың да, тыңдағың келіп сөйтіп тұрады. Сөйтіп оған жаңағы тоймай қаласың, айтқан сөздеріне өткені. Дұрыс естілмей қалады, үйде бала шаға бар, бара алмай қаласың деген сияқты да. Жұма намазының кезінде ғана айтылады ғой уағыздар. Ал басқа кездерде мешітке кәдімгі экскурсия жасаған сияқты болып барасың ғой. Барасың, садақаңды саласың, бір бөлмеде молдалар Құранын оқып отырады. Соған жаңағы әруақтарға бағыштайсың. Сосын айналып жүріп қайтасың да. Ешқандай мысалы қанша халық барып жатыр, онша бір еш нәрсе алып жатыр деп айта алмаймын. Өйткені халықпен жұмыс жасап жатқан адам жоқ та ол жерде. Мен өзім ойлаймын, сол кезекші сияқты қылып бір неге молданы қойып қоймайды деп сол жерге. Сол адамдар мысалы сұрақтармен барады, әртүрлі мәселелермен барады ғой. Қазір адамдардың көпшілігі мысалы күйзелісте жүр. Көп сұрақ болады, көкейінде сұрақ болады, мысалы соған жауап іздеп барады да. Сондай кезде бір сол ұстаздар отырса, енді ол жерде көп оқыған, жан-жақты ізденген, білімді адамдар отыр ғой қанша дегенмен де.
сол кісілер жауап берсе деп ойлаймын, өзім солай ойлап қоятынмын да. Ал бірақ халықтың сондай рухани сұранысын қамтамасыз етіп отыр деп айта алмаймын мешітті. Және сіз жаңа қайырымдылық жөнінде де айттыңыз ғой. Сондай ешқандай көмек беріп жатқан жоқ деп, мысалы да кеше мысалы былтырлары карантин уақытында мешіттен бір көмек берілді дегенді естіген жоқпыз ешқандай да. Халыққа көмек беріліп жатыр деген сияқты нәрсені. Сосын құрбандық шалынып жатыр, тілеп жатыр деп жайлып бармай-ақ қойсын мешітке, иә? Онда естіген жоқпыз. Оны естіген жоқпыз, және де сол карантин уақытында мешіттердің өз жұмысын лайықты деңгейде атқара алмай отырғаны, сынға төтеп бере алмай қалғаны. Осы жерде көрініп қалды. Өйткені мешіттер жабылып қалды. Ол қасиетті жер мешіт деген, ол Құдайдың үйі. Ал сондай жерде, қасиетті жерде қаншалықты енді ақылға сыяды, ауру жұғады деген нәрсе. Ауру жұғады, вирус жұғады деп жауып тастады ол мешіттерді. Ол қасиетті жер болатын болса, ол Құдайдың үйі болатын болса, ол түзу жолда жүрген адамдар болатын болса, неге олар қорқады аурудан? Неге олар бір-бірінен ауру жұғып кетеді деп не үшін жауып тастады мешіттерді? Мысалы бізде ордалар жабылған жоқ қой, ордалар жұмыс істеп тұрды. Бізге бір-бірімізден ауру жұғады деп қорыққан жоқпыз. Мысалы біз зияраттадық, ата жолдықтар. Міне сол кезде белгілі болды да халыққа кімнің жақын екені, шынайы дұрыс жұмыс істеп жатқандар кімдер екені сол кезде белгілі болды. Ал қиыншылықта көрінеді ғой бәрі. Ал сол кезде мешіттің атқарған жұмысы тек қана жаназа шығару болды. Сонда ол кісілер жаназа шығару үшін отыр ма? Мен өзі барған жоқ олар. Біреу қайтыс болса қуанатын сияқты да олар. Өйткені нан ғой енді олардың. Бірақ осындай кемшіліктерді біз айта бастасақ, біз бір мешітті жек көргендей болып есептелеміз да. Мысалы әлеуметтік желілерде, қай жерлерде де болса да, осы сынды айтып жатсақ, біз сол бір мешітті жек көрген сияқты, бізді біреулер айтады, сіз тәңіршілсіз ба дегенде адамдар болды да, сіз Құдайға сенбейсіз ба дегендерде. Сондай кісілер де болды. Жоқ, біз тәңіршіл емес, біз мешітті жек көрмейміз. Бірақ сол жердегі Құдайдың үйі, Құдайға деген құлшылық жасайтын орындар өз деңгейінде жұмыстарын атқармай жатқаны, сол үшін ғана біз не қыламыз, ренжиміз, соны ғана айтамыз. Ал біз бұрын оны білген жоқпыз. Мысалы бұрын мешітке барып жүрген кезде, ізденіп мешітке барып жүрген кездерде өзімізбен көрдік. Қазірде де солай болып жатыр ғой. Шалбармен, жалаңбас, дәретсіз бара салат әйелдер. Мысалы мешіттің жанынан өтеді да, мына мешітке соға салайыншы деп соға салады. Ол бір мешіт деген бір ол Алланың үйі, құлшылық жасайтын қасиетті орын емес, ол бір экскурсия жасайтын бір орын сияқты болып кетті да. Ішіне кіріп алып суретке түседі, қалай болса солай киініп, және де мешіттің кіре берісіне жаңағы халаттар іліп қойған ғой. Сонда ана халаттарды көресің да, қалай болса солай келе бер деген сөз ба деген рұқсат беріп тұр. Соған өздері рұқсат беріп тұр да. Әйтеуір шалбарын жаңағы жалаңаш денесін көрсетпеу үшін халатты жамылып кіресің, сосын іліп шығасың. Бұл дегеніміз енді бұл 200-лікке жатады ғой. Нағыз 200-лік қой. Соған мешіттің қызметкерлері жағдай жасап тұр ғой халыққа. Неге жағдай жасап тұр? Олар ойлайды, қазір айта бастасақ бізге келмей қояды деп қорқып тұр ғой. Соны айтып тұр өздері. Біз қазір айтсақ, олар келмей қояды. Қайта келіп осында өздері Аллаға жақындайды деген сияқты, ертең оқиды, бүгін оқымаса ендігі жыл оқиды деген сияқты маған айтып жатыр осыны. Олар сол киімнің қағидасын айтуға қорқады. Әулие жерге барғанда сөйдеді ғой.
өйткені олар осыған келгенде тәуба деген сияқты келе берсін, сосын барып бұрылады деген. Ол енді қалай енді ластап енді ол жерді ластап кетіп жатыр ғой халық. Ол қасиетті мешіт деген ол қасиетті жер ғой. Ол Құдайдың аты аталып, сол жерде күндіз-түні Құран оқылып жатыр. Ол қасиетті жерді қалай болса солай барып, мысалы қазір жалаң аяқ оқиды адамдардың көбісі намазда. Қалай болса солай жалаң бас жалаң аяқ барып ластап кетіп жатыр да, ешқандай да қадірі қалмай тұр ғой сонда мешіттердің. Енді мен ана жерде жүрдім да адасып қалдым. Ерсі қарсы жүрген бір қыз келіншек енді. Сол мен айтамайшы, көрдімді айттым, шалбарым не келесің, бұл мешіт қой деп жаңағыдай. Білмейді екен, қорқып тұр жаңағыдай. Мен бір Құран оқитын молданы іздеп жүрген. Сол жерде енді мынау қарасаң, адамдарға айтсаң, түсініп, оған керек қой Құран оқуға, өзінің аруағына келеді ғой. Сосын енді қарайды, тәртіппен келеді. Осындай мәселені көтеру керек сияқты осы мешіттерге. Жоқ, халыққа айтса, халық деген неге көнбей жатыр? Осы біздің халық бәріне көнеді ғой. Халыққа айтса болмайды деп, мысалы, мешіттің алдында, кез келген мешіттің алдында қазір күзетшілер тұр. Ол күзетшілер не күзетіп тұр? Мен соған түсінбеймін да. Ең болмаса сол күзетшілерге тапсырма беріп қоюға болады ғой. Андай жалаң бас шалбармен киген әйелдерді кіргізбеңдер деген. Халық сондай бір талап қойылу керек қой. Әйтпесе қадір қалмай қалды да қазір. Осы тәуелсіздік алғаннан бері көптеген мыңдаған мешіттер ашылды. Бірақ сонда да халықтың азғындығы тоқтамай жатыр. Азғындығы ол шегінен шығып кетті деп айтуға болады. Сонда ол мешіттердің ашылғанынан халыққа қандай пайда тиіп жатыр? Халық имандылыққа келмейтін болса, қылмыс деген күннен күнге көбейіп жатса, жемқорлық деген өршіп тұратын болса, мысалы, ол мешіттерден халыққа қандай пайда түсіп жатыр? Мысалы, бізде жаңа қағида бойынша жұмыс істеп жатқан 4-5 орда бар осы Қазақстанда. Сол 4-5 орданың өзі қаншама жақсылық жасап жатыр, тазарту жұмыстарын жасап жатыр. Қаншама адамдар. Сол мешітке дайындап жатырмыз ғой, былай қарасаң. Ата жолындағы біз мешітке дайындап таза кісілер жіберіп жатырмыз. Деуге болады. Қаншама адамдардың өмірін, тағдырын өзгертіп, тазартып, зікір арқылы табиғатты тазартып, мысалы, қазір ауа райына қарасаңыз, күн деген қандай әдемі жылы болып тұр. Былтырғы алдыңғы жылдармен салыстырғанда, мысалы, былтырғылары осындай кезде кәдімгідей қыс болып тұрған. Оның барлығы осы ата жолындағы шалынып жатқан құрбандықтардың, күнделікті оқылып жатқан зікірлердің арқасы деп ойлаймын да. Сол Қазақстандағы мешіттердің барлығын ата жолына берсе, мысалы, қарамағына, біздің Қазақстан деген ол гүл жайнап кетеді да. Қазақстанда ешқандай не болмас еді, қылмыс деген нәрсе болмас еді да. Баяғы біздің ата бабаларымыздың кезінде ешқандай түрме жоқ, сондай заман болды ғой, сондай заман болар еді, қойысыне бостарға жұмыртқалған. Мыңдаған мешіт, мысалы, Қазақстанда мыңдаған мешіт бір ғана орданың жұмысын атқара алмай отыр деп қазір айта аламын. Жасаған ісін. Енді осы жерде мен айта кетейін, 2005 жылы маған бір жанұялар келді де, енді баласы, енді күйеу баласы ішеді екен. Содан ата жолына келіп, Түркістанға барып жақсы болды. Сөйтіп жүрген кезде енді ата жолына сын түсіп атты ғой 2007 жылдары. Сол кезде видео дисктар шығып атты ғой ата жол туралы. Секта не деп. Сол атасы барып, күйеу баласына көрсеткен ғой. Енді сол күйеу баласы соны көріп, қайрарақ шығып кетті. Оп-онды болып жүрген ордаға келіп, дәретін алып, жаңағыдай. Енді сосын кейін, осы мен ойлаймын, сол мешіттер қайта, сол халыққа адастырып жатқан сол мешіт пе деген сол кезде за келді де, қандай оп-онды міне, біздің ата жолында мысалы, біз Алладан қорқамыз ғой. Алладан қорқамыз. Мен сұрақ қойдым, маған айтады, мақал айтшы дейді, Алла кешіреді,
әруақ кешірмейді Иә. дегенді өз мақалда айтсам, ол андай мақал жоқ деген сияқты бір нені айтты да маған, сынды. Осы жерде не айтар едің осы мақал туралы? Әруақ кешірмейді деген. Иә, осы біз ата жолында жиі айтады, осы айтады. Өйткені мынау адам жетеленіп жақсы болады ғой. Жаңағы бала болсын, мынау күйеу баласы жаңағыдай өте жақсы болды. Енді барып бір сынақ келген кезде сынып кетті. Сол кезде бір өзінің ата бабаларының келген сынақ па, енді олар әруақты күште алмайды дейді ғой бізге. Иә. Тек қана Алладан келеді деген сияқты. Осы жерде не айтар едің енді өзің ойың? Енді Алла Тағала деген негізі кешірімді дейді ғой. Иә. Мысалы біз қаншама күнә жасап жатыр қой. Сонда да жер бетінде қаншама адамдар күнә жасап жатыр. Сонда да соларды Алла Тағала кешіріп жер бетінде өмір сүріп жатыр ғой солар. Ал мысалы біз бүгін қателік жасап, ертең Құдайға тәубе етсек, Алла Тағала кешіреді да соны. Ал біз бір адам бізге жамандық жасайтын болса, біздің адам баласыны оны кешіре қою қиын да, біз ұмыта қоймаймыз ғой ондай нәрсені. Сонда әруақ дегенде бұрынғы қазіргі тірі пенде ертеңі әруақ болады ғой. Сол сияқты нәрсе ғой деп ойлаймын да мен өткені. Иә. Ол бәрібірде ол Алла бола алмайды ғой, әруақ ол Алла бола алмайды. Ол Алла сияқты кешірімді бола алмайды да, өйткені ол бұрынғы пенде ғой, бұрынғы пенде. Мысалы біз ұмытпаймыз ғой, ұмыта қоймыз қиын ғой, біз бір адам бізге жақсылық жасап кетіп, бір күні жамандық жасаса, ана алдындағы жасаған жақсылықтарын бәрін ұмытып қаламыз ғой. Сол сияқты ғой енді әруақта. Содан кейін негізінде әруақтың қаһарынан қорқу керек. Өйткені ата бабамыз да қорыққан ғой. Иә, ата бабамыз да қорыққан. Өйткені ол түрлі сондай жағдайлар болып жатыр ғой өмірде. Енді бұл жерде мен айтып кетейін, мысалы біз тілейміз Алладан, сонда біздің әруақтар сол тілегімізді періштеге жеткізеді. Мен түсінуімше, періште Аллаға жеткізеді. Сонда ана кісі айтады маған, ол неге тікелей Аллаға жеткізбейді, ол неге біреу арқылы деген сияқты. Иә, солай деп. Дәрежеге біз жеткен жоқпыз ғой Аллаға тікелей жаңа жеткізуге. Солай деп жаңағы енді мешіттегі молдалардың сөздеріне қарасаң, жаңа ата жолдықтар зияраттап жүр, ақшасын шашып, садақа беріп, үйінде отырса дейді, тегін ғой дейді да, тегін Алладан сұра, бәрі тегін үйінде отырып сұрай берсе дейді да. Негізінде тегін еш нәрсе жоқ қой бұл өмірде. Бұл барлық нәрсенің шығын шығару керек. Сұрауы болады, барлық нәрсенің құны болады ғой. Оның құнын өтеу керек та. Алламен саудаласу дегенді біз үйреніп жатырмыз ғой ата жолына келіп. Құранда бар ғой. Иә, ата жолына келіп үйреніп жатырмыз мысалы оны. Біз садақа бермейтін болсақ, бізден шығын шықпайтын болса, біз құрбандық шалмайтын болсақ, біздің тілегіміз ол қалай қабыл болады? Ол бізден шыққан ақша, мал, ол да ол адамның қуаты ғой, адамның қуаты арқылы, қуатын жұмсау арқылы табады, мысалы ақшаны, малды. Сол арқылы жаңа Құдайдан сұраймыз ғой біз. Сосын мынау Бақара сүресінде қай аят екені есімде жоқ, бірақ та айтады, сендер ата-аналарын зікір еткендей, Алланы одан да артық зікір етіңдер деген бар, иә? Сонда ата-аналарын зікір еткендей, Құранды бағыштаймыз ата, сол ғой енді. Сонда біз мысалы қасиет жерге барсақ, әулиелерге Құранды бағыштаймыз, өзіміз әруақтарын Құран бағыштаймыз. Сол жерде біз Алладан тілейміз. Алла бізді осы жаңағыдай осы кісілер, осындай кісілердің дәрежесі жеткен бұл кісілер осындай қаншама Алла деп өздерін жандарын қиған ғой осы Алла жолында. Сондықтан ол кісілерді қадірлеп барып басында құрбандық шалсақ, ол кісілердің халыққа деген енді әруақ болса да досы ғой Құранда жазылған. Әулие әмбиелер Алланың досы болса, ол кісілердің жаңағыдай бір дәрежесі болып тұр ғой сол жерде, ана дүниеде. Енді ол дүниеде де әруақтар, әулиелер намаз оқиды дейді ғой, ол жақта да құлшылық жасайды дейді. Сонда олар біз үшін сұрайды да, ұрпағы үшін сұрайды. Осы ұрпағыма беріш деп
бірақ біз соған лайықты болмайтын болсақ, біз сол әруақтарымызды құрметтемейтін болсақ, қадірлемейтін болсақ, ол қалай біздің тілегіміз орындалады? Сосын жаңағы Құранда бар ғой, Алланың жібіне сендер жармасыңдар деген да. Сонда ол Алланың жібі деген нәрсе ол қалай, ол Аллаға қалай біз тікелей жалғанып кете аламыз? Біз ата-анамыз арқылы ғана. Бірінші өзіміздің әке-шешеміз, сосын атамыз, солай кете берді. Біз ата-анамызды риза қылу арқылы, ата-анамыз арқылы ғана біз Құдайға жағамыз да. Ал тікелей, мысалы біз, ой қойш, менің әке-шешем намаз оқымайды, қойш оның сөзін деп оны сыйламай, ата-анамызды сыйламай, біз жаңа Құдайдан сұрайтын болса, Құдай біздің тілегімізді қабыл етпейді. Өйткені ол деген бір, ол қуаттық жүйе ғой, қуаттық жүйе кәдімгі. Тоқаевтың алдына біз тікелей бара аламыз ба? Мысалы қазір сіз бара алмайсыз ғой. Тоқаевты мен видеоға түсірейінші деп кіріп кете алмайсыз ғой сіз. Сол сияқты ол жақта да сондай бір сатылар бар ғой, жүйелер, қуаттық жүйелер ол дүниеде де. Жаңа әруақтар, әулиелер, періштелер, пайғамбарлар деген сияқты сатылық жүйе бар да. Сол сатылық жүйеге, сол қуаттық жүйеге біз жалғана алмайтын болсақ, жалғанбайтын болсақ, біздің тілегіміз ешқашан қабыл болмайды. Сондықтан ол әрбір адам баласы бірінші өзінің әке-шешесін, өзінің ата-анасын риза қылмай, ол Құдайдың ризалығын аламын деп, ол тілегім қабыл болады екен деген сөз. Ол босқа әурешілік, 1000 рет оқи бер намазды, 1000 рет күніне оқи бер. Сен әке-шешеңді, ата-анаңды, әруағыңды қадірлемейтін болсаң, құрметтемейтін болсаң, сенің жасаған құлшылығың да барлығы да бештейін. Аллаға біздің құлшылығымыз қажетті жоқ. Енді қазір мысалы мешіттерде мынау бас имам болсын, муфти болсын, өздері маңайларындағы енді қызмет істеп жатыр ғой халыққа. Келгенде сол жерде 1-2 кісіге уағыз айтады, жарайды 5000 ба қанша деді. А егер мынау бізге қазір осындай неге сұхбатқа шығса, қаншама халық тыңдайды, өз пікірін еркін айтар еді, иә? Сонда ол кісілер білер еді, қандай біз қате істеп жүрміз. Бұл бізге сын керек қой, ата жолына да сын керек. Қай сала болсын, сын арқылы түзеледі. Сын түзелмей, мін түзелмейді деме не деуші едім мақалда. Өйткені біз өзіміздің қандай қателік жіберіп жатқанымыз, біз өзіміз білмейміз. А сырт көз оны біледі. Сонда ол кісілерді біреу басқарып отыр деген сөз ғой. Егер қазір олар еркін сөйлей алмаса, мен қазір көрем барып, қандай қолым жеткенше мешіттерге аралаймын. Содан барып, бас муфтима кім еді? Соған барып, тағы да бір қорытынды өзім ана жолы кездесе алмадым. Жоқ, не үшін қарсы болып отыр? Не үшін? Соны сізге айтқан жоқ па? Біз кез келген кісіге ол үшін бұл жерде жаңағыдай сұрау керек, келісу керек, рұқсат керек деген сияқты оның бәрін істейміз. Мен ойлағам енді Алланың үйі бәрі еркін келеді ғой, кіреді ғой, шығады ғой. Неге маған бармасқа? Неге ол кісімен кездеспеске? Осы жақсылыққа бір қадам болсын бірге жүрсек деген оймен барып едім. Енді әжемін мен немерелерім өсіп жатыр, балалар өсіп кетті, қателікті қазір көріп жатырмыз, қандай қате жібердік. Ал енді қазіргі ұрпақ, бұрынғы біздің қате жарайды, қазіргі ұрпақтың балалар қандай болады шеш. Қорқынышты сол. Сол мен мысалы өзім балаларымды, адам деген әрбір адам баласы, әсіресе әйел баласы ұрпақ үшін өмір сүреді ғой негізі да. Сонда өзімнің балаларымды ойлап кетем да, ертеңгі күні олардың болашағы қалай болады екен. Мысалы мен жүрген жолмен олар жүре ала ма? Мысалы ауыр жолда жүрміз ғой біз өте. Сондай жолмен олар жүре ала ма? Егер олар осы жолмен, осы адал жолмен жүре алмайтын болса, олардың ұрпағы құрып кетеді ау деген сияқты бүгін ғана сондай ой келген. Өзім неме да басыма. Сондай нәрсе ғой енді. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, мешіттегі имамдар қарсы болып жатыр деп. Қарсы болатын себебі. Енді мен бір неге бардым, енді анау неге Қазет Сұлтан мешітіне барғанда кездеспедім. Онда журналистпен сөйлестім, атында сұрамаппын. Мынау учхозда маған айтты, жоқ мен бере алмаймын деді. Енді қазір тағы да кездессем, тағы да сұрайын. Өйткені себептерін. Ата жолы деген жайлап халықтың арасында бедел алып келе жатыр. Бедел алып келеді, иә. Және де танымал болып келе жатыр. Және
шамалы имамдар болсын, шамалы аяқ тарта бастады деп ойлаймын. Өйткені осыдан 5-6 ай бұрын осы Фейсбукте кәдімгідей соғыс болатын. Кәдімгі қып-қызыл соғыс болатын да. Кәдімгідей қайтпай соғысатын еді қой. Сол кезде қазір ондай соғыс жоқ, қазір тынышталды. Өйткені халық